Достар, сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Ең бірінші каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. 67-ші сабақ синоним дегеніміз не? Алдыңғы сабақта біз мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер, ол антоним десек, синоним сөздер дегеніміз керісінше мағыналары бір-біріне жақын сөздер. Олардың жазылуы әртүрлі болғанымен мағыналары бір-біріне мәндес болып келеді. 9-шы жаттығу жаңылтпашты оқиық. Ол досың ба, жолдасың ба? Ол досым да, жолдасым да. Бұл жерде қарамен берілген дос және жолдас деген сөздер бір-біріне мағыналық жағынан жақын, сол себепті синоним сөздер болып табылады. 10-шы жаттығу шынықтыр сен денені деген Дүйсенбек Қанатбаевтың өлеңін оқиық. Теңізші боп егерде, жүзем десең тереңде, белден басып мұз қарды, кезем десең шыңдарды, түлеп ұшар жас қанат, болам десең ғарышкер, шарлау үшін әуені, қуат керек әуелі, жігер керек, от керек, ерлік керек, еп керек. Ол үшін ең керегі шынықтыр сен денені. Қуат және ерлік деген сөздер қарамен берілген. Осы сөздердің синонимін табайық. Қуат, күш, қайрат, ерлік дегенге батырлық деген сөздерді алуымызға болады. 11-ші жаттығуда берілген сөздердің ішінен синонимдерін тауып жұптастырамыз. Ең бірінші сөз абайлау, байқау, қашық, шалғай, ер, батыр, биік, зәулім, есті, ақылды, аяз, суық, қорқақ, үркек. Осы сөздер бір-бірімен синоним. 12-ші жаттығуда Әли мен Маржан синоним деп есептейтін сөздерді оқы. Олар синоним сөздерді дұрыс таңдады ма? Әлидің сөздерін оқып көрейік. Шынығамыз, тынығамыз, жетілеміз. Бұл жерде тынығамыз деген сөз артық. Өйткені шынығу, жетілу деген ол бір-бірімен мағыналас сөздер, ал тынығу ол демалу деген мағынаны береді. Ал енді Маржанның сөзін оқып көрейік. Тастай, салқын және мұздай. Салқын және мұздай деген сөздер бір-бірімен мәндес синоним сөздер, ал тастай деген артық сөз. Тастай қатты деген мағынаны беріп тұр. 13-ші жаттығуда ребусты шешіп, ол сөздің синонимдерін табамыз. Ребус бойынша алыс деген сөз шығады, оған қашық және шалғай деген сөздер синоним болады.